Айша ақылды, көрікті, тәрбиелі қыз еді. Ол ата-анасының жалғыз перзенті болмаса да, әрдайым отбасындағы барлық ауыртпалықты мойнына алып жүретін. Үйдің тірлігі, бауырларын күту, қарт ата-анасына қамқор болу, мұның бәрін ол ешбір шағымсыз атқаратын. Бірақ өкінішке қарай, төркінінде оның қадірін ешкім білмеді. Айша ұзатылғанға дейін үйіндегі ең еңбекқор қыздардың бірі болды. Оның анасы қатал, әкесі сабырлы адам еді. Бірақ анасы көбінесе басқа балаларына жұмсақтық танытып, тек Айшаға ғана қатаңдық көрсететін. Сен қызсың, үйдің бар шаруасын істеуге міндеттісің, дейтін ол. Айшаға ата-анасының жүрегіндегі жылылық бауырларына қарағанда аз тигендей көрінетін. Ол үйдегі барлық ауыр жұмысқа жегіліп, ағалар мен сіңлілеріне қамқор болып өсті. Бірақ ешқашан рахмет немесе сен болмасаң, бізге қиын болар еді деген сөзді естімеді. Айша ақыры тұрмысқа шықты. Күйеуінің отбасы оны жылы қабылдады. Ол келінді қызметін абыроймен атқарды. Бірақ анасы оған: қайын жұртыңда бізді ұмытпа, бізге көмектесіп тұр, деп жиі айтатын. Айша төркініне жиі барып, әке-шешесіне, бауырларына көмектесіп тұрды. Бірақ ол барған сайын анасы оны жылы қарсы алған жоқ. Бізге келгенде құр қол келесің бе? Деп ренжитін анасы. Ана, мен бұл жолы қымбат нәрсе әкеле алмадым. Бірақ келесі келгенде алып келемін дейтін Айша. Келін болдың екен деп төркінді ұмытуға болмайды, деп анасы оны кінәлайтын. Ал бауырлары оған ешбір құрмет көрсетпейтін. Бұрынғыдай бәрін істеп береді деп ойлап, үйдің барлық жұмысын мойнына іліп қоятын. Айша бірде төркініне қатты ауырып тұрса да барды. Ол барған кезде үйдің астан-кестеңі шығып жатты. Анасы оған: қарашы, үйіміз қандай шашылып жатыр. Келгенің жақсы болды, бәрін тазалап кет деді. Айша өзін әлсіз сезінгенімен бәрін жинап тамақ жасап кір жуып кетті. Бірақ ешкім оған демалып ал демеді, қалайсың деп сұрамады. Осылай бірнеше жыл өтті. Ол барған сайын төркінінде оны қадірлеудің орнына тек пайдаланатын болды. Бір күні Айша бұл жағдайды күйеуіне айтты. Күйеуі оны түсінді. Егер төркінінде сенің еңбегіңді бағаламаса, онда өзіңді қадірлеуді үйрен. Сен оларға міндетті емессің. Ата-анаңды сыйлау парыз, бірақ өзіңді құрбан ету міндет емес, деді ол. Айша алғаш рет бұл туралы ойланды. Ол төркінде ешқашан өз қадірін сезінбегенін түсінді. Келесі жолы төркініне барған кезде ол тағы да үйдің тірлігіне жүгіріп кетпеді. Ол жай ғана дастарханға отырып ата-анасымен әңгімелескісі келді. Бірақ анасы оны түсінген жоқ. Бүгін ештеңе істемейсің бе? Деді анасы таңданып. Мен сендермен сөйлескім келеді, ана. Маған шаруа емес, сендердің мейірімдерің керек, деді Айша. Анасы үндемеді. Бірақ бауырлары мен басқа туыстары оған суық қарай бастады. Өзіңдікі дұрыс, деді күйеуі. Өзіңді қадірлемейтін жерде көп жүрме. Осыдан кейін Айша төркінінде бұрынғыдай жиі бармайтын болды. Ол барған кезде де өзін пайдалануына жол бермеді. Кейінірек анасы оның қадірін түсіне бастады. Бірақ бұл өте кеш еді. Айша өз өмірін өзгертіп, өзіне деген құрметін сақтауды үйренді. Өзіңді қадірлемейтін жерде ұзақ қалудың қажеті жоқ. Тіпті өз отбасың болса да, олар сенің еңбегіңді ғана бағалап, адам ретінде құрметтемесе, өзіңе қамқор болуды үйренген жөн. Айшаның оқиғасы көптеген қыздардың өміріне сабақ боларлықтай. Айша төркініне сирек бара бастады. Бұрынғыдай барлық тірлікті өзі істемей, ата-анасымен жай ғана әңгімелесіп, бауырлармен жылы қарым-қатынас орнатқысы келді. Бірақ әр барған сайын өзін бөтен адамдай сезінетін. Бірде ол анасынан: анашым, мен сіздерге тек көмектесу үшін ғана келмеймін. Сіздермен шынайы жақын болғым келеді, деді. Анасы күрсініп: қыз, жат жұрттық. Күйеуіңнің үйі сенің жаңа орның. Бізден алыс кетіп қалдың, деп жауап берді. Айшаға бұл сөздер ауыр тиді. Ол қанша көмектессе де, қанша жыл жанын салып қызмет етсе де, төркінде өз орнын таппағанын түсінді. Айша төркінде бәрі өзгерер деп үміттенді. Бірақ бірде ол үлкен тойға бару үшін төркініне келді. Анасына сыйлық алып, дастархан жасауға көмектесемін деп ойлаған еді.
Бірақ үйге кірген сәтте ақ бауырлары оған салқын қарады. Сен енді қонақсың. Бізде бәрі өз ретімен жүріп жатыр, көмегіңнің керегі жоқ, деді інісі. Анасы да Айшаны жылы қарсы алмады. Бұрынғыдай емес екенсің, деді анасы ауыр күрсініп. Мен бұрынғыдай болғым келмейді, ана. Мен тек өзімнің де сіздер үшін маңызды екенімді сезінгім келеді, деді Айша. Бірақ ешкім оның сөзін түсінген жоқ. Айша төркінінде бәрі баяғыдай екенін, тек өзі ғана өзгергенін түсінді. Бұрын олар оған тіршілікке көмекші ретінде қараса, енді бөтен адам сияқты көретін. Ол тойдан кейін үйіне қайтты. Жол бойы көзіне жас алды. Мен сонша жыл олар үшін барымды бердім. Бірақ олар менің жанымды түсінбеді. Осы оқиғадан кейін ол төркініне сирек барып, тек парыз ретінде хабарласып тұруды жөн көрді. Айша үшін бұл үлкен сабақ болды, өзіңді қадірлемейтін жерде жүре берудің қажеті жоқ. Қанша жерден өз отбасың болса да, олар сенің еңбегіңді ғана емес, жүрегіңді де бағалай білуі керек. Айша енді тек өзіне шынайы қамқорлық көрсеткен жандармен ғана байланыста болуды үйренді. Айша төркінінде деген ренішін жүрегінде сақтағанымен, бәрібір ата-анасын, бауырларын ұмыта алмады. Олар қанша суық қараса да, қанша қадірлемесе де, ол әке-шешесін сыйлауды өзіне парыз санады. Арада бірнеше ай өтті. Айша төркінін сағынғанымен, барған сайын көңілі қала беретіні есіне түсіп, жүрегі қобалжитын. Бірақ анасы бір күні хабарласып, Айша, сен мүлде келмейтін болып жүрсің. Бауырларыңмен араласпай кеттің. Бізге келіп жағдайымызды біл, деді. Айша қуанып кетті. Бәлкім олар менің қадірімді енді түсінген болар деген үміт пайда болды. Айша төркініне келді. Үлкен қуанышпен кіріп, анасына құшақ жая ұмтылды. Бірақ анасы оны бұрынғыдай жылы қарсы алмады. Қалайсыңдар? Сағындым сендерді, деді Айша көңілді дауыспен. Бізде бәрі жақсы. Бірақ сен келмей кеттің. Қазір бізге көмектесіп кетсең жақсы болар еді, деді анасы бірден. Айша ауыр күрсінді. Ол ата-анасынан мейірім күтіп келген еді. Бірақ олар тағы да оған жұмысшы ретінде қарайтынын түсінді. Інілері мен сіңілілері де оған суық көзбен қарады. Қазір бәріміздің өз тіршілігіміз бар. Саған көп нәрсені түсіндірудің қажеті жоқ, деді інісі. Айша үнсіз қалды. Бұрын ол осы үйдің ең мейірімді, ең еңбекқор адамы болатын. Бірақ ол бұл отбасынан өзін ешқашан сыйластық пен махаббат көрмегенін тағы да сезінді. Айша сол күні үйіне ренжіп қайтты. Ол жол бойы ойланып, өзін кінәлаумен болды. Бірақ күйеуі оны жұбатып, адамдар өздерінің барын бағаламайды. Сен қанша жыл бойы сол үйдің барлық ауыртпалығын көтердің. Бірақ олар сенің адам екеніңді ұмытты. Енді өзің үшін өмір сүр, Айша. Айша осыдан кейін төркініне баруды тоқтатты. Ол ата-анасына тек парыз ретінде ғана хабарласып тұрды. Бұрынғыдай үй тірлігін ойына алмай, тек алыстан сыйластық сақтауды жөн көрді. Айша үшін бұл шешім оңай болған жоқ. Бірақ ол өзінің қадірін түсініп, өз өміріне басымдық беруді үйренді. Кейбір төркіндер қыз баланың еңбегін ғана бағалап, шынайы мейірімін көрмейді. Бірақ әр адам өзінің бақыты мен тыныштығы үшін дұрыс шешім қабылдауы керек. Айша енді ешкімге ренжімей, өз өмірін жаңа бақытпен жалғастыруға шешім қабылдады.